Мен бұрын ойлайтынмын, осы Шыңғыс ханның әскеріндегі қолбасшылары баһадүр бабаларымыздың қазақ болғаны, Европаға дейін дір еткізген жауынгер Атиланың ұрпағы болғанымыз, Алтын Орданың ізбасары болғанымызды айта бергеннен не пайда деп. Сөйтсем, біздің көк түріктің ұрпағы болғанымызды айта бергеннің пайдасы бар екен. Қандай екен айтайын ба? Ол рухты ояту. Қазақ болғалы тарихты қозғамайын, осы кеңестік одақ кезіндегі қазақтың көрген нәубеті бізге қорқыныштың енін күштеп енгізді. 1917 жылы Ақ патшаның әскеріне бозбалаларды айдауы, ұжымдастыру кезеңіндегі тектілеріміздің ел асып, Қытай, Моңғолия, Түркияны паналауы, 1932 жылы қолдан жасалған ашаршылық, басқа балаларын аман алып қалу үшін бір баласын тірідей бауыздап жеу. Ойласаңыз төбе шашыңыз тік тұрады. 8-12 жасар қыздарын өзбектің байларына 5-10 пұт бидай үшін сату. Бәріміз де ұл қыз өсіріп отырмыз. Қорқынышты ма? Қайран менің ата-бабам осындай зұлматты бәрін көрді. 1937 жыл репрессия. Барлық бал аймақтарымызды атты, қудалады. Барлық арыстандарымызды, ардақтыларымызды құрбан етті. Қазақтар бір-бірін сатты. Әйтпесе сол Кремльде отырғандар білді дейсің бе? Қазақтың ішінде не болып жатқан? 1941 жылғы нәубетті мен айтпасам да білесіздер, соғыстағы ерлікпен қаза тапқан боздақтар бір төбе әңгіме. Үйінде аш құрсақ балаларына бір масақ ұрлаған қанша жазықсыз жан отанына сатқын болып сотталды. 1986 жылғы боздақтарымызша жап-жас байқұс бозбаламен бой жеткен өмірлерінің бәрі алдайды ғой. Осыншама зорлықпен, озбырлықпен қаншама нәубет көрген біз жалтақ ел болып қалыптастық. Бізде қазір тарихты қайтадан жазып шығу маңызды шаруа болу керек. Мектеп жасынан бастап қазақтың рухын оятатын тарих жазылу керек. Тарихымыз жаңарғанда рухымыз оянады. Біздің рухымыз оянған кезде өз тілімізде ұялмай сөйлейтін едік. Рухымыз оянғанда біз Байқоңырдағы улы гептил салдарының өтемақысын талап етер едік. Рухымыз оянғанда біз көршілес шіркін өзбек пен қырғыздар деп тамсанбай диваннан түсіп ұлт үшін қызмет етер едік. Рухымыз оянғанда біз қарагөз қарындастарымызды қорғар едік. Рухымыз оянғанда бізде қарттар үйі мен жетімдер үйі болмас еді. Рухты әндерді шығарып, тарихи отандық киноларды көптеп түсірілсе, біздің рухымыз оянар еді. Қазақтың рухы оянған кезде, қазақ өзінің тамырына байланған кезде, қазақ болады. Әнші, биші, блогерлердің өмірбаяны емес, осы біздің тарихи ұлт үшін өмірін қиған батырларымыздың, арыстарымыздың өмірін насихаттайық. Құрметті оқырман, тәлім тәрбиеге, ұлттық құндылыққа толы әңгімені оқығыңыз келсе, өзім жинақтаған ойшам жинағын сізге сұнамын. Бағасы 4990 теңге, барлық қалаларға жеткізу тегін. Барлық сұрақтар бойынша төменде көрсетілген номерге жазыңыз.